Қайырлы кеш Астана. Анда вайп күшті екен негізі. Аман жүріңіздер. Ауа райы керемет болып тұр. Бір қыздың қолын ұстап, анда керемет жерде паркте саяхат жасап, сырласып, серуендесіп. Не жетсін. Қалайсыздар достар, кеш жарық барлықтарыңызға. Түркістанға не шығамыз деп әлі Алматыдамын. Алматыдағы тірліктерім бітпей. Бүгін бұйырса қазір самолетке билет алып Шымкентке қарай барам. Ертең Шымкентте обедте жұмыстарым болып тұр, сосын кейін Түркістанға қайтамыз бұйырса. Алып жатырмын. Өзіме косметиканы анау авалайын деп. Ал барлықтарыңызға кеш жарық болсын. Жаз басталмай жатып қарайып кететін адам менмін. И еще жаз бойы сол бір қарайғаннан қап-қара болып жүремін. Вообще өзім қара қызбын ғой. Бірақ болады ғой кейбір адамдар ше, күннің астында жүрсе, андай бір қызарып, потом қайтадан басылып нормально болады ғой. Нет, мен резко қарайып кетемін да. Күнді сразу қабылдап аламын. И сонымен жаз бойы солай қап-қара болып жүргенім. Вообще негізі мен өзім қара қызбын ғой. Бүгін достар, күндеріңіз сәтті болсын, ауа райы тамаша. Ал мен бүгінгі күнімді сестренкамен өткіземін деп шештім. Менде Алматыда сестренкам бар. Сонымен бүгін шопинг-мопинг. Айдос. Бүгін билейтін жерлер істемей тұр дейсің ғой. Жалпы билей алмаймын негізінде. Былай әзіл ретінде былай көрсетіп қалған жағдайда болмаса былай негізі биге жоқ адамның қатты билей алмаймын. Енді ортамызда жалғыз бойдақ өзім ғана қалдым деп жатсың. Ерекше керек қандай қыз керек деп ойлайсың жалпы? Білмеймін, шымылдық ашпай жатырып айта алмаймын. Шымылдық ашқаннан кейін қандай